Ол басында жай ғана ауырып қалған. Анам бір аурумен шалдығып қалып, күні бойы төсекте жататын. Ол ұйықтады ма, әлде көзін ашып төбеге қарап жатты ма белгісіз. Мен өз анамды жақсы көремін, және оның ауырып қалғанын қаламаймын. Ол бүгін төсектен бірінші рет тұрды, және ол өзгеріп кеткен. Ол менімен сөйлеспейді, тамақ жасамайды, және үйдегі перделерді жауып тастаған. Үй жартылай қап-қараңғы болып тұрады. Том деген мысығым да жоғалып кетті. Оны 5 күн бойы әлі көрмедім. Анам түнге қарай үйден кетіп, таң ата келеді. Сосын күні бойы ұйықтайды. Күнде ол мен ұйықтап жатқанда келіп, дәл артымда тұратын, бірақ тиіспейтін. Ал мен болсам, қозғалуға қорқатынмын. Осылай бірнеше апта бойы жалғасты. Бір күні мен анамның бөлмесіне кірейін деп шештім, ол үйде жоқ кезде. Бөлмесі асып тұрды, және төсектің кішкене бөлігі сынған. Киімдер шашылып жатыр, бөлме кір-кір. Мен бөлмені жинастырайын деп жатқанда анамның келген дауысын естідім. Мен бөлмеден қашып үлгермедім, сол үшін шкафқа тығылдым. Осы кезде мен үйдегі ауыр қадамдарды естідім. Сосын бөлмеге анам кірді, яғни анам болған тіршілік иесі. Ол толып кетті, және терісі жыртылған. Лиза, қызым, сен осында екеніңді білемін. Өтінемін, су алып берші.